Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы педагогика курсы мазмұнының жалпы сипаты. Яғни педагогика саласындағы білім беру жүйесінің негізгі компоненттерін зерделеу арқылы болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Так. Педагогика курс, бұл бүгінгі курстағы біздің қарастыратын сұрақтарымыз. Педагогика курсы мазмұн дегеніміз не? Курстың мазмұнын қалыптастыру факторларына және педагогика курстың негізгі мазмұндық бөлімдері, педагогика мазмұны менен студент құзыреттілігі арасындағы байланыс жайлы оқу мазмұнының ұлттық және заманауи ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Қолданылатын әдебиеттеріңіз, сіздерге келесідей әдебиеттерді ұсынамыз. Губайдуллинаның педагогиканы оқыту әдістемесі оқулығы, Мұхамеджанованың педагогиканы оқыту әдістемесі, Мыңбаеваның педагогика методика преподавания учебного пособия. Біздің кітапханамызда бар бұл негізгі оқу құралдары. Қосымшада әдебиеттерменен таныссаңыздар, кітапханамызда бізде толыққанды қамтылған. Ал енді дәрісімізге бет бұрсақ, жалпы педагогика курсы мазмұны. Педагогика курсының мазмұны ол дегеніміз студенттерге берілетін теориялық білімдер, әдістемелік ұстанымдар, тәжірибелік дағдылардың жиынтығы болып табылады. Ол біздің болашақ мұғалімдердің кәсіби қалыптасуын қамтамасыз ететін негізгі құралы. Мазмұн педагогикалық үдерістің барлық компоненттерін қамтиды және студенттердің кәсіби ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Яғни педагогика пән аясында студенттерге берілетін теориялық білімдер, әдістемелік ұстанымдар, тәжірибелік дағдылар жиынтығы. Ол дегеніміз, жаңа айттық, болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуын қамтамасыз етеді. Курстың мазмұнын қалыптастыру факторлары: ғылыми педагогикалық жетістіктер, білім беру стандарттары, қоғам талаптары, ұлттық құндылықтар, педагогикалық тәжірибе. Яғни міне бұл бізде педагогиканың жалпы курсымыздың мазмұнын қалыптастыру факторлары болып табылады. Атап айтатын болсақ, заманауи педагогикалық ғылымның соңғы жетістіктері мен зерттелулері педагогиканың ғылыми педагогикалық жетістіктері болып табылады. Мемлекеттік білім беру стандарттары мен нормативтік құжаттар білім беру стандарттары. Ал енді қоғамның қазіргі заман талаптары мен өзгерістері ол бізде қоғамның талабы болып табылатындығы айқын. Қазақ халқының жалпы тәрбиелік дәстүрлер мен рухани құндылықтарын ескере отырып, ұлттық құндылықтар факторлары, яғни осы аталғанның барлығын озық тәжірибелер мен практикалық қолданбалар педагогикалық тәжірибе деп айта аламыз. Педагогика курсының жалпы мазмұндық құрылымы. Мазмұндық құрылымына келетін болсақ, бірінші теориялық әдіснамалық негіздер. Педагогиканың философиялық, психологиялық және әлеуметтік негіздері ғылым ретінде педагогиканың дамуы. Тәрбие үдерісінің мәні, принциптері, әдістері мен формалары, жеке тұлғаны қалыптастыру заңдылықтары тәрбие теориясында қарастырылады. Оқыту үдерісінің теориясы, оқыту әдістері, заманауи технологиялар және білім беру жүйесі, дидактика. Біз бұған дейінгі дәрісімізде де атап өткен болатынбыз. Оқыту жайлы, мұғалімнің кәсіби дамуы, педагогикалық шеберлік, кәсіби құзыреттіліктер, мұғалімнің тұлғасының үздіксіз дамуы. Мазмұнды
жалпы педагогика курсының іріктеу ғылыми әдістемелік принциптері, ол бізде ғылыми дәлдік, жүйелік пен бірізділік, кәсіби бағыттылық, қолжетімділік пен түсіністік, ұлттық тәрбие және заманауи талаптардың үйлесімі. Яғни осы аталған мазмұнды іріктеудің барлығы ғылыми әдістемелік принциптері болып табылады. Мазмұнмен енді мазмұн педагогиканың мазмұны менен студент құзыреттілігі арасындағы байланыс дейді. Жалпы мазмұн мен құзыреттіліктің байланысы ол педагогика мазмұны ол бізде теория, ойлау мен анализ жасау қабілетін дамытады, кәсіби практикалық әрекетке бейімдейді, рефлексивтік және коммуникативтік дағдыларды қалыптастырады. Яғни теориялық ойлау, практикалық әрекет, рефлексивті дағдылар, коммуникативті құзыреттіліктер кәсіби құзыреттіліктерді жан жақты дамытуға бағыттайды. Осы студент студенттердің кәсіби құзыреттілігін жан жақты дамытуға бағыттайды және теориялық білімнің практикамен тығыз байланысты болашақ мұғалімнің табысты қалыптасуын қамтамасыз етеді. Ары қарай ұлттық педагогикалық мұра, яғни бізде ұлттық және заманауи ерекшеліктер жаңағы сұрағын қамтимыз дедік қой. Осы сұраққа келетін болсақ, қазақтың ұлттық педагогикалық идеялары, атап айтатын болсақ, ыбырай алтынсариннің, ахмет байтұрсынұлының, мағжан жұмабаевтың жалпы ұлттық педагогикалық идеялар бұл бізде қазіргі білім беру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және заманауи педагогикалық мазмұнды байытатыны сөзсіз. Атап айтатын болсақ, ыбырай алтынсарин бізде қазақ халқының ағартушысы, педагогі, халықта бізде халықтық мектептер ашушы, ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырушысы ретінде танимыз. Ахмет байтұрсынұлы қазақ тілі мен әдебиетінің ұлы ұстазы, жаңа қазақ әліпбиінің жасаушысы ретінде танимыз, педагогикалық ой пікірлердің дамытушысы ретінде танимыз. Ал мағжан жұмабаевты бізде баланы тәрбиелеуде, ұлттық педагогиканың теоретигі ретінде, әдістеменің негізін қалаушы ретінде, гуманистік педагогика жолын көрсеткен ғалым ретінде танимыз. Енді қазіргі білім берудің заманауи трендтеріне келетін болсақ, осы заманымыздың талабына сай цифрландыру, инклюзивті білім беру, жаһандану, инновациялық технологиялар біздің қазіргі білім берудегі заманауи трендтеріне жатады. Яғни білім беруде бізде цифрлық технологияларды қолдану барысында қазір жасанды интеллект деп жатырмыз, әртүрлі платформаларды кеңінен пайдаланамыз, осы онлайн оқытудың әдістерінде де пайдаланамыз. Пайдалана отырып, мысалы, арнайы біздің білім беру үдерісінде арнайы білім беру қажет ететін балаларды да ескеруіміз керек. Жалпы білім беру ортасын тартуды қамтамасыз етуіміз керек қазіргі таңда. Халықаралық білім беру стандарттары мен озық тәжірибелерді интеграциялау үдерісін де ескергеніміз жөн. Белсенді оқыту, жобалық оқыту, сыни ойлауды дамыту технологиялары, яғни қазіргі таңдағы инновациялық технологиялар. Бұл біздегі білім заманауи трендтеріміз қазіргі таңдағы. Енді жалпы педагогика мазмұнын жаңғыртудың бағыттары ол жоғарыда атап өттік, инновациялық оқыту, яғни заманауи технологияларды енгізу, цифрлық құралдар, интерактивті әдістер, геймификация элементтері деп айтып жатырмыз қазіргі таңда. Барлық балаларға тең мүмкіндіктер беру, әр студенттің жеке қажеттіліктерін ескеру, ол инклюзивтілік дейміз. Енді бізде қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму идеяларын педагогикалық мазмұнға енгізу, бұл бізде экологиялық тәрбиеге келіп саяды. Адамгершілік, патриоттық, толеранттылық сияқты заманауи құндылықтарға негізделген мазмұн, бұл құндылықтар жүйесі. Жалпы педагогика курсының мазмұнын бізде үнемі жаңарту, қазіргі заман талабы
қазіргі заманның ең басты талаптарының бірі деп айтсақ қателеспейміз. Ә, егер де біз осы аталғандардың барлығын ескере отырып, заман талабына сай оқыта білсек, даярлай білсек, яғни біз болашақтан қалмағандығымыз деп білеміз. Енді педагогика жалпы мазмұнының болашағына келетін болсақ, негізі педагогика курсының мазмұны ол бізде күрделі процесс, негізі көп қырлы және үнемі дамуды қажет етіп отыратын жүйе ретінде танимыз. Ұлттық педагогиканың мұра мен заманауи трендтерінің үйлесімі де маңызды. Студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру да басты мақсат. Сонымен қатар мазмұнды жаңарту білім сапасын арттырудың негізгі жолы ретінде түсінеміз. Өз тәжірибемізге сүйене отырып, енді мынандай келесідей сұрақтарға ойлансаңыздар. Педагогика курсын жетілдіру жолдарын ойластырыңыз. Яғни қандай жаңа элементтерді қосар едіңіз? Қандай жаңа элементтерді қосар едіңіз? Осы сұрақтарға кәне сіздерге бірер минут ойлануға уақыт берейін.